Аса рахымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, құрметті ағайын. Біздің ізгі бабаларымыз өлең сөздерінде дегенмен мен мұсылман іс бітпейді, бүгінде жұрттың өзі дін күтпейді, қазақша киім киіп сөйлегенмен мойныңнан парыз уәжіп бір түспейді деп пенденің мойнына Аллах тағала тарапынан жүктелген парыз амалдар бар екендігін айтқан. Сол парыз амалдары жөнінде бүгін тоқталамыз. Алла мен пенденің арасындағы мәмілені жақсартатын ең ұлы құлшылық ол намаз. Аллах тағала қасиетті Құранда баян етеді: Астағфирулла ва ақимус салата ва атуз заката варкау мa'ар ракиин. Садақаллахул азим. Намаздарыңды толық орындаңдар, зекеттеріңді беріңдер және иілушілермен бірге иіліңдер деп өз пендесін намаз оқуға, құлшылық қылуға бұйырған. Намаз діннің кілті, намаз құлшылықтың абзалы, намаз ислам парыздарының бірі. Намаз ол жұмақтың кілті деген ғалымдарымыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам сахабаларына айтқан екен: үйлерінің алдынан өзен ағып жатса, соған күніне 5 мәрте шомылатын болсаңыздар, үстеріңізде кір бола ма деп. Сонда сахабалар: әрине денеде кір болмайды дейді. Сонда пайғамбарымыз айтқан екен: адам баласы күніне 5 уақыт намазын оқитын болса, ол пенде де сондай күнәлары кешіріледі деп. Алланың пендесіне берген ұлы нығмет ол осы дін және намаз. Бүгін уағызымызда осы намаздардың түрлері жөнінде тоқталатын боламыз. Шариғатта намаздың бекіткен түрлері бар: парыз намаз, сүннет намаз, уәжіп намаз, нәпіл намаз деп құлшылықтың түрлерін бөлген. Парыз намаз ол біздің күнделікті оқып жүрген 5 уақыт намазымыз. Және сүннет намаз сол 5 уақытқа қосып пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның оқыған, бізге көрсеткен намаздары. Егер адам баласы Алла тағаладан бір мұқтаждығын, қажеттілігін сұраймын десе, нәпіл намаздар бар. Ғалымдарымыз айтады: адам баласы парыз намазын сақтағысы келсе, сүннет намаздарына берік болсын дейді. Сүннет намаздарын сақтағысы келсе, нәпіл намаздарына берік болсын деген. Біздер намаздарымызды, парыз намазын бүтін болу үшін, сүннет намаздарымыз бүтін болу үшін, нәпіл намаздарымызға да көңіл бөлуіміз керек. Түнгі уақытта оқитын тахаджуд намазымыз, қажеттілігімізді сұрайтын қажет намазымыз, қандай да бір істе таңдау тұрса, соның хайырлысын сұрайтын истихара намазымыз, күн шыққан уақытта оқитын духа намазымыз, кешкі уақытта оқылатын ауабин намазымыз, бұның барлығы қосымша нәпіл құлшылық болып есептеледі. Және осы намаздардан бөлек тағы да шариғатта бекіткен намаздар бар. Олар жұма намазы, айт намаздары және жаназа намаздары. Бұлар да мұсылман адамға міндет болған намаздар. Мұсылман адамның әр құлшылықтағы ниеті ол тек Алланың разылығы үшін ғана болу керек. Әр құлшылығымызда Құдайдың разылығын көздеп, әр құлшылығымызда Алланың рахымын тілеп, тура ниетпен орындауымыз қажет. Аллах тағала осындай құлшылықтармен, намаздармен өзінің мейіріміне жетуге, осындай құлшылықтармен, намаздармен рахымына бөленуге, қияметте жәннаты болуға жазсын. Ахире дағуана алхамдулиллахи раббил аламин, би рахматика я архамар рахимин.